Ертеде бір кедей бала болыпты. Жалғыз анасы ғана бар екен. Бірде баланың анасы қатты науқастанып қалады. Дәрі сатып алуға ақшасы болмай амалы таусылған бала Гонзо деген ағайынына қарыз сұрауға барады. Ол бір ашкөз хам сараң біреу екен. Гонзо сұрағанын бермек түгілі, сен сияқтыға берер ақшам жоқ. Шешең тірі қалама, ол да күмәнді. Өлетін кісі өледі ғой. Мен ештеңе істей алмаймын деп қайтарып жібереді. Еңсесі түскен аш бала қайтар жолда әлі кетіп, бір ағаштың түбіне жатып ұйқыға кетеді. Бір кезде біреу иығынан түрткендей болады. Оянып кетіп қараса, көз алдында титтей жұлдыз дір-дір етіп тұр. Құлағының түбінен біреу сыбырлағандай. Қараса, дәл қасында ақ сақалды қария отыр екен. Балам, анаң ауырынан айығып кету үшін саған бір зат сыйлайын деп отырмын. Мына жалғыз тал гетаны ала ғой, деді. Бұл жапондардың ағаштан жасалған аяқ киімі еді. Бұл жай гета емес, байлық әкелетін ерекше зат. Гетаны кисең болды, құлайсың. Құлаған жеріңнен алтын шығады. Бірақ байқа, гетаны көп пайдаланушы болма. Адам байлыққа құныққан сайын бойы аласарып, кішірейе беретінін ұмытпа. Осының бәрін түсінде көріп тұрғандай күй кешкен бала есін жиғанша қария ғайып болыпты. Бала гетаны кигенде тік тұра алмай құлайды. Орнынан тұрып құлаған жеріне қарап еді, жалт-жұлт еткен ақша жатыр. Есі шыға қуанған бала дәрі сатушыға жүгіреді. Дәрігерді үйіне шақырады. Жол жөнекей дорба-дорба азық-түлік сатып алады. Анасын емдетіп, ғажайып гетаның арқасында жоқшылықты да ұмытады. Ағайынды Гонзо шешесі өлсе, үйін сатып жіберіп ақша қылайын деп ойлап, баланың үйіне барыпты. Сөйтсе, бала шешесі екеуі мәз майрам тіршілік кешіп жатыр екен. Бұлар жақсы тұрмысқа қалай жете қалды, деп таңғалады Гонзо. Бала гетаның сырын бүкпей айтып береді. Гонзо гетаны тексеремін деп алып кетеді. Гонзо үйінің есік терезесін бекітіп, бөлмесінің ортасына үлкен қапты аузын ашып қояды да гетаны киеді. Құлап тұрған жерден ақша шыға береді. Гета, ақша бер, ақша деп аузы дамыл таппайды. Қап толса да Гонзоға аз көрінеді. Ол құлап тұрған сайын ақша бұрынғысынан да көп шығады. Ақшаның көлемі ұлғая үйдің төбесіне жетеді. Сол кезде үйі зәулім сарайға айналып кетіпті, дейді. Гонзоудың ақша өндірісі тоқтамайды. Ақшасы көбейген сайын дүние қоңыздың денесі кішірейе береді. Кеш батқанда гетасын алуға бара келеді. Гонзо көке деп қанша айқайласа да далаға ешкім шықпайды. Үйдің есік терезесі тастай берік. Ішінен сықырлаған ақшаның дыбысы ғана естіледі. Бала есікті бұзып ашқанда, ішінен бұрқыраған ақша сау етіп сыртқа төгіледі. Осыншалық көп болар ма? Гонзо үйінің бөлмелері де көбейіп кетіпті. Бала ең үлкен бөлмеге кіргенде жарқырай үйілген алтын ақшаларды көреді. Таудай ақшаның төбесінде кішкентай қоңыз аунап жатыр. Содан бері ауыл сыртындағы қоқыстарда Гонзо деген қоңыз пайда болыпты, дейді.